болсын. Короче, зависть пен гордыня туралы айтып жатырмыз, уже 4-ші проба. Зависть назад. Сіз себе не позволяете. Потенциалыңызды ашпайсыз, потенциалыңызды жауып қоясыз. Неге жабасыз? Егер де қараңыз, сізде потенциал болмайтын болса, басқасына вы не завидуете. Мысалы, бір адамдарды вы легко воспринимаете успехын, а біреулерді обесцениваете, сол кезде не деген сөз? Значит, сізде сол потенциал бар, сол адамдағыдай. Соны ашпай жатсыз. Ашу үшін не істеу керек? Ана адамды нужно признать. Біліктілігіңізге ырзамын. У вас так получается, вообще ырзамын. Рахмет айту, комплимент айту. Осы айтқан кезде энергия сізді артқа тартуын тоқтатады, потенциалды қысып тұруын тоқтатады, потенциал жайлап ашыла бастайды. Бұл открытость. Қашан біз адамға рахмет айта аламыз, комплимент айта аламыз, одан кейін мойындай аламыз, признавать именно, құнсыздандырмай, әшін жүре сат бола салды емес. Расмеде еңбекпен жету, бұл молодец деп өстіп признавать ету арқылы біз өз энергиямызды аша бастаймыз алдыға. Получается, алдыға ашылған кезде бізде жаңа возможностьтар пайда болады. Ана адам, возможно, саған более склонный бола бастайды, саған партнерство предлагать етуі мүмкін. Или бір так сложится өмірде оңай кетеді, и сіздің алдыңызда новый жаңағыда мүмкіндік шыға бастайды. Қараңыздар, бір күшті нені айтты да, мысалы Америкада дейді, біреу успехқа жетіп жатса, менталитеттің несі, разницасы, успехқа жетіп жатса, адамдар бүйтіп ойлайды екен, она да получилось, значит и у меня получится деген да, тырыса бастайды екен әрекет етуге. А біздің менталитетте ондай емес дейді. Егер біреуді көрсе дейді, успешно болып бара жатқан, алады да ол адамдардан или отписывается дейді, или же оларды құнсыздандыра бастайды дейді, и олардың жаңағы несі, подавленности обостряется. Одан бетер энергиясы таусылып жоқ кетіп жатады. Өйткені мида жаңағы 4 зат бар. Мен лайықты емеспін, менің күшім бұған жетпейді, брошенность, мен ешкімге керек емеспін, мен жалғызбын, и не зат. Нет, Құдай өздерін өте төмен санау, прям униженный сезіну. Ал завистің себебі неде ести алмай қалдым. Что-то сеть нашар болып жатыр. Зависть, то, что сізде потенциал бар деген колокольчик. Сіз өзіңіз о потенциалыңызды көрмей жүрген болуыңыз мүмкін да. И содан кейін сізге тың-тың-тың дейді, біреуді көрген кезде, егер зависть оянып жатса, значит сізде сол потенциал бар деген сөз. Сол потенциалды аша бастау керек. Егер сіз ол потенциалды ашпайтын болсаңыз, қайтып ашу керек екенін жаңа айттым, признать ету ана адамды, мойындау, рахмет айту, комплимент айту. Сол кезде сізде энергия сыртқа шығатын болады, и потенциал жайлап реализовываться ете бастайтын боласыз. Егер де сіз ол энергияны шығармайтын болсаңыз, жаңағы благодарностьтен айтпайтын болсаңыз, мойындамайтын болсаңыз, сіз аласа балаларыңызға сырваться ете бастайсыз. Балаларыңызды басқа балалармен салыстыра бастайсыз. Айтасыз, анау сияқты болса, постоянно критиковать ете бересіз. Оларды сол бір левелға жеткізуге тырыса беретін боласыз. Анаға оны ұқсатасыз. Допустим, көршіңіздің баласы намного жақсы жүруі мүмкін. На самом деле сіз балаңызды өзгерткіңіз келіп жатқан жоқ. На самом деле сіз өзіңізбен недовольны. И бірақ оны мойындай алмайсыз ғой, өйткені сіз өзіңізге мен өзіме недовольнымын десем, ары қарай не істейтініңізді білмейсіз. И одан да энергияны, напряжение бір жаққа шығу керек. Сол напряжение алады да балаға аудара бересіз. Күйеуіңізге аударасыз, күйеуіңізді бір нәрсе істеуге тырысасыз, балаларыңызды бір нәрсе істеуге тырысасыз. Жұмыста коллегаларды мойындамайсыз, бастығыңызды мойындамайсыз, бәрі жаман дейсіз. Зависттің бірден бір несі, белгісі мына зат. Егер де сізге былай көрінетін болса, у всех получается, только менде болмай жатыр. Все зарабатывают как-то так, а вот мен әлі жүрмін деп көретін болсаңыз, значит сізде зависть бар. Зависть не істеу керек екенін жаңа айттым, төбеде сол заттарды істеңіз и потенциалыңызды аша бастаңыз. Әйтпесем ол өзіңізге де зиян и ұрпағыңызға да зиян. Ол ұрпақтан ұрпаққа тарап кете беретін ауру. Енді гордыня қалай бізді төменге тартады? Гордыня уже мынандай зат. Зависть сен хотя бы көресің ғой ана адамды, көріп жатсың, успехын көріп жатсың, құнсыздандырсаң да сен көріп жатсың. Бұл сондай затқа жетті деп. Ал неде болса, Гули, мен жеңгем ба? Қош келдіңіз. Ал неде гордыняда болса, ол не зат? Сіз оны даже отрицаете. Ана мысықтың историясын білесіздер ма? Бір талда ет асып тұрады екен да. И сөйтіп мысық оған былай тырмысады, бірақ никак ана етті ала алмайды. И сөйтіп еткенде қарап тұр, фу, бәрібір сасып кеткен ет деп кет қалады екен. А на самом деле оның оған күші жетпеді. Гордыня, завистің, знаете, уже түбі, подавленность, жаңағы энергия, бит қалған энергия,
өте қатты көбейіп кетті да, и организм онымен уже не справляется, и ол больді сезбес үшін отрицать ете бастайды. Нам же этого не надо деп. Мысалы, бір успешно біреуді көруі мүмкін да, ну да, и чё, вот, и бизнес, и чё, и там, үйі бір нәрсе, и чё, мынандай күшті өмір сүреді, а мне и так-то лучше, мне и так-то хорошо дейді. Мне этого и не надо дейді. Осылай, отрицание, құнсыздандыру болса, это гордыня. Гордыняның бір жаман жері адам мүмкіндіктерден айырылады. Біреу келіп сізге жаңағыдай өмір негізінде, білесіздер ма, көп мүмкіндік ұсынады. Мысалы, өткенде бір живой примерді айттым, бір әйел кісіге жолдасы әжептәуір ақша берген. Ол жолдасының бір кездесу болатын болған, анау бір 20 жылдық, 30 жылдық деген бір нәрселеріміз бар ғой, университет бітіргеннен кейін. Береді ақшаны, бірақтан ол әйел барады, сөйтетте бір нормальный ценадағы көйлекті ұнатады. Бірақ оны алайын десе, ішінде жаңа қорқыныштар тұрады. Маған ұрсады ғой бәрібірде деп. Вот гордыняның түпкі заты бар ғой, осы зат. Мен алсам бәрібір қате істеп қоям ғой деп, или маған ұрсады ғой дейді. И осы ошибкаға қайтадан түспес үшін мен лучше буду отрицать дейді. И ол осы мүмкіндікті отрицать етеді, типа жолдасын берді, бірақ ол бәрібір маған ұрсады ғой дейді, и барып базардан арзан бір көйлек алады екен. И сол көйлекпен жаңағы встречаға барады, и жолдасы көйлегін көреді да, неғып нормальный көйлек алмадым, мен саған нормальный ақша бердім ғой дейді. И әйел айтады, осылай, ну типа мен үстіп ойладым деп. Қараңыз, жолдасы беріп тұр ақшаны, ал дейді, бірақ ол сонда да бұл мүмкіндікті қолданбады әйел. Неге? Потому что мида жаңағы заттар тұр, маған бәрібір ұрсады ғой дейді. И осы ұрысты естімес үшін ол айтады, бәрібірде ана көйлекті кидім дейді, и қош бәрібірде нормально ғой деп жүре бердім дейді. Это гордыня, когда біз бір ошибканы мойындай алмаймыз. Аламыз да, ой, маған ана көйлектер даже ұнамайды, фу деп үстіп не аламыз да, мне и так хорошо деп үстіп жүрген, бұл гордыня. И солайша даже жаңа жолдасы үстіп мәдеп берген ақшасына барып көйлек алудың орнына ол ала алмады, потому что тәкаппарлық уақытына төбеде тұр. И өмірде тура осылай көптеген андай не возможностьтар беріледі. Бір хадисте ма, ұмытып қалдымшы, сөзім не болмасын, бірақ смыслды айтайыншы, бүйтіп айтылады. 70 рет дейді, Азраиль періште адамдарға келіп, бір келіп кетеді екен 70 рет. Бұл не деген сөз? Өлімді еске салады. А өлім деген не деген сөз? Мына өмір, бұл уақыт. Осы уақытты сен қолданып қал. Это возможность. Саған каждый раз Аллах напоминает, вот на возможность бар, осыны қолданып қал. Сол үшін 70 рет келеді екен. И мүмкіндік Аллах көп ұсынады екен адамдарға. Бірақ біз оны просто байқамай қаламыз. Неліктен? Завистьтен и гордынядан. Осы екеу бізді үсті басқа жаманға тартады. Гордыняның тағы бір көрінісі мынандай зат. Өздерін Құдай санайтын адамдар. Үйінде бір көптеген проблема болып жатқан кезде, мә осыны қалай шешуге болады? Менсіз они не справятся. Бұл мәселені тек қана мен шеше аламын деп ойлау. Бұл гордыня. Сен өзіңді Құдайдың орнына қойып қойдың, и айтып жатсың, мен бәрін шешем, бәрі маған байланысты. Или чувство вины бар ғой, бәріне өзіңді кінәлау. Мен үстпегенде осындай болар еді, мен бүйтпегенде осындай болар еді. Короче, осындай чувство виныға отырып қалған болсаңыз, бұның да түбі тәкаппарлықта жатыр. Не деген сөз ол? Ол деген сөз, мен настолько күшім көп, мен соның бәріне әсер ететін едім. Бірақ болмай қалды, поэтому біз оны өзімізге сіңдіре алмаймыз. Сөйтемізде адамдарға жаңағыдай төбеге шығуға тырыса бастаймыз. Гордыняның семейный өмірде үлкен бір зияны мына зат. Балаларының потенциалын ашуға даже мүмкіндік бермеу. Балалары на самом деле қалай жаратылды? Өзінің Аллах әркімге бір ерекше бір қабілет береді. Әркімге. Қарасаңыздар, даже мысалы стендаперлар бар ғой. Бет қарасаң, олардың жұмыстары просто күлдіру. Сондай балалар болады ғой, өсіп қалған, сабаққа онша жоқ, жұмысқа онша жоқ, бірақ бір қарасаң күлдіре беретін, осылай күлкіге жақын. Қарап тұрсаңыз, бұл қазір бір мамандық. Получается, вот адамдар осымен ақша тауып жатыр, адамдар осымен өсіп жатыр, мүмкіндіктерін ұлғайтып, отбасыларына күшті қарап жатыр, олардың мүмкіндіктерін көбейтіп жатыр. Тамақ пісіру, өте күшті тоже навык, любой навыкты құнсыздандырмай, балада сол навыкты дамытатын болсаңыз, ол өскенде раскрывация етеді. Раскрывация ету деген не деген сөз? Ол мына зат. Бала, айттым ғой өткенде, низкий вибрацияны, төмен деңгейдегі адамдардың проблемасы в основном қандай?
анау маған мына сөз айтты, мынау мен бүйткен бүйтпеді. Короче, адамдармен конфликттер, сөздер, отношениялар, осыны бір-біріне ұстап тасып жүреді. Бұл адамдар өспейді. Жаңағы завистьпен гордыня ұстап, биік ұстап отыр да, олар жібермейді. Бір-біріне өсуге мұрша да бермейді. Өзіне не позволяет, жұртқа да не разрешают. Еще оны, ой, бұл маған даже керек емес деп айтады. Ал осыны сындырған адамдар қашан? Мен құдай емеспін, я, мен адаммын. Мен қателесе аламын. Бұрын я солай ойымдағыдай болмады. Өмір. Мен просто құлмын деп осылай мойындап жайлап көтеріле бастайсың ғой. Сол кезде адамда өмір басқаша болады. Адамның өмірінен уже жаңағы жертва адамдар түсе бастайды. Саған постоянно проблема айтатын адамдар түсе бастайды. Саған уже проблема айтпайтын болады. Постоянно сені бір нәрсеге просьба жасай беретін адамдар жайлап түсе бастайды. Өйткені сен спасатель болудан, құдай болудан бас тарттың. Мен бәріне жетпеймін, мен өзіме бірінші жауап беруім керек, мен өзімді дамытуым керек, мен адаммын деп. Мен өзім өссем ғана басқасына көмектесе аламын болды, реально. Өзім өспей, по чуть-чуть істеп жүргенде ешкім өсіп жатқан жоқ. Өмірлеріңіз қараңыздар, мысалы, сіздер, возможно, спасатель болатын болсаңыздар, қарап көріңіз. Сіз осынша көмектестіңіз, осынша қарадыңыз, осынша тыңдадыңыз, бір нәрсе өзгерді ме? 5 жылда бір нәрсе өзгерді ме? 1 жылда бір нәрсе өзгерді ме? Ештеңе өзгермеді. Уверен, ешқайсыңызда ештеңе өзгермеді. Егер спасательдерді айтып жатыр, мен именно басқалар всегда көмектесуге тырысып жүргендер, вот мен құдаймын, мен болмасам они не справятся деп, деп бәріне ұшып жүргендер. Сіздің де өміріңіз өзгермеді, ол адамның да өмірі өзгермеді. Значит, не істеу керек? Амалға қарау керек. Өзіңе қарау керек. Значит, прогресс жоқ қой. Прогресс болмаса, бір зат дұрыс емес істелініп жатыр. Сол зат. Не зат бірінші өзіңе қарай баста. Сен құдай емессің. Сен өзіңе жауап бересің, өзіңмен жұмыс жасай бастау керек. Осы екі зат адамды қатты төменге тартады. Мен сіздерге бүгін бір неміспен подружкамен кездестім, и бір қызық моментті бөліскім келіп отыр. Қараңыздар, бүйтіп айтады. Соңында бір техника жасаймыз, жақсы, қазір бір өмірлік бір затты бөліскім келіп тұр. Үйленген жолдасының әжесі, нағашы апасы олармен тұруға айтып жатыр екен. Мен сендермен тұрайыншы деп, олар недавно үй алды да, көбірек бөлмелі, алдыңғысынан қарағанда. И сол үйге бірге тұрайыншы деп айтыпты. Хотя ол әженің өзінің балалары бар, ұл балдары бар, қыздары бар. Бірақ ол ана әжеге келіп, немереге келіп тұр. И басында жаңағы подружкам айтады, ол әже ғой дейді да, андай, осы жасына келген кезде әркім үйінде бүйтіп жүр, аяп кеттім дейді. Ол әже еще мынандай не қойыпты. Менің тойларым бар, мен қонақтар көп шақырамын деп. Получается, соны сендер обеспечивать етесіңдер деп айтып жатыр да. И сол кезде де қалдым дейді, типа, как так? Оның өзінің бала шағасы бар, өздері үйді ипотека қалды, оны төлеу керек, өздерінің күнделікті тұрып жүрулері бар, оның бәрін кім обеспечивать етеді. И сол кезде бүйтіп ойланып қалдым дейді, бірақ бір шетінен ана зат тұр, спасательство. Ол апа ғой, осы жасқа келді ғой, байқұс, оны біз алмасақ ешкім алмайды ғой деген андай жаңа құдай болу. Мен болмасам ол не болады деген зат. И сосын мен оған айтып жатырмын. Ол апа выбирает так жить. Ол осы рөлді ол выбирает. Басында ол қыз де қалды, потом сөйлесе, оказывается, назатты көрді. Сол апаның өзінің туған екі баласы бар, өзінің кәдімгі өз балалары. Бір балалар өте жақсы тұрады. Бірнеше үйлері бар, үйлер ипотекада емес, өздері алған, бизнестары бар, үйлері кең, жақсы тұрады. Ақшалай жағынан да жақсы тұрады. И бірақ ол үйге бармайды. Неге? Қараңыздаршы, ойлаңыздар. Неге сол апа өзінің туған баласының үйіне бармайды? Мына жақтан немересіне барып жатыр. Неге ол осыны таңдап жатыр? Сіз қазір ойлауыңыз мүмкін, вот со стороны қарағанда, ой, өмір же так сложилось, байқұс апашқа қайта барады. Или өзіңізді ойлауыңыз мүмкін, блин, осынша балам бар, мен қашан өзіме көңіл бөлем, у меня же не получается деп өйстіп ойлауыңыз мүмкін ғой. Бірақ факт, вы это выбираете. Өзіңізге уақыт таппауды сіз таңдап жатсыз. И ана апада, оказывается, жақсы тұратын баласының үйінде біраз тұрып көріпті. Бірақ ол жерде жаңағыдай она там не диктовала. Мына жерде жаңағы подружкамен сөйлескенде ол оған айтыпты, сен көнбіссің ғой деген сияқты айтқан, сен айтқан бәрін істейсің ғой деп, сен мен сияқтысың ғой деп, есіп өзіне, типа, адамдар бір-біріне ұқсайтын адамдар бір-бірін тартады ғой. И ол күшті манипулятор да, ана пашкашы. Ана балаларына не үшін бармай жатыр, потому что барса, оны шектейді. Барлығы оның айтқанындай болмайды ол жерде. Екінші баласы бар, ол апа
өзі сол баласына үй алып береді ипотекаға. Еще өзінің пенсиясының ақшасы сол баласында екен. И ол солармен бірге тұрмайды. Неге? Ойланып қараңдаршы, это же ненормально. Ол всем жертвует. Пенсиясын да берді. Осынша жол и так та бақты. Қазір наконец-то пенсияға шыққан кезде пенсиясын алып соларға беріп қояды. Еще үй алып береді, еще олармен тұрмайды. Это же очень странно. И сөйтіп айтып жатырмын да, олар соны таңдап жатыр. Қазір бүйтіп қарасаң, бір бөлмелі үй, бала шағасы көп, ол жерге сыймайды деп ойлауы мүмкін. Бірақтан үлкен желание ортаға шыққан кезде, осы мәселені қайтып шешуге болады деп ойланған кезде, қалай ойлайсыздар, қайтып шешуге болады? Выборды сіздер де айта аласыздар деп ойлаймын. Выходты точнее. Мысалға, олар сол бір бөлмелі үйін сатып, первоначалка ретінде қойып, екі бөлмелі үй алуға болады. Қатты желание ұрып тұрған кезде шешуге. Бірақ оны ешқайсысы істеп жатқан жоқ, потому что это всем выгодно. Олар да мамасымен тұрғысы келіп жатқан жоқ, мамасы да олармен тұрғысы келіп жатқан жоқ. Потому что мамасы, вот когда просто просит болады ғой, маған апер, маған бүйт, мен бүйтем, мен сөйтем, тек қана ала береді потребительдер бар ғой, бұл бала. Бұл үлкен бір бала. Балалар тек қана потребляют нелерде, отношенияда. И кейбір адамдармен сіздер кездескенде мынандай бола ма? У вас бывало, вот кездесесіз, потом прям реально опустошенный келесіз. Возможно, досыңызбен кездесесіз, или бір коллегамен сөйлесесіз, и сол кезде реально опустошенный келесіз. Бұл не деген сөз? Вот ана адам бала, и ол только сізден алды, бірақ сізге бермеді. Дружба осы зат, когда біз бір-бірімізге береміз. Вообще өмір сондай, бір-біріне беру зат. Енді ана апашканың өміріне қайтып оралайық. Ол апашкамыз сондай да, потребитель. И ол өзіне оның айтқанын бәрін істейтін бір мамашаны іздеп жүреді. Менің подружкам үндемейді, и оған ол өте выгодно. Сондықтан апашка оларды таңдайды. Еще екі қызы бар екен, ол екі қызымен де тұрмайды, хотя қыздар взрослый, солармен де тұрса болады ғой. Олар уже обеспечены, аяққа тұрған, бірақ олармен де тұрмайды. Неге? Өйткені ол апашкаға уже кішкене жауапкершілік беруге тырысады. Оның айтқанын ғана істеп жүре бермейді. Апашка, сен бала емессің, ересек адамсың деген затты. Тут все по-твоему не будет деген затты беретін адамдарға она не идет. Ал мынағыларға барадыр. Олар потому что папам ғой деген чувство вины бар да оларда. И соларды сасат етуге барады. Сұрап отырады, ішіп, тек қана тартып. И бірақ енді қараңыздар, бұндай адам неге оларға жолықты? Осы негізгі сұрақ. Неге? Еще оның жолдасынан басқа жаңағы тетялар звондап ақша сұрайды екен өзінің балаларына. Получается, жаңағы жолдасының кузендары ғой, қатарлас жаңағы двоюродные братья, сестры ғой, солар үшін вот мамалары ақша сұрайды екен. Сал жіберсеңші ақша, осындай деп. И бүйтіп ойлауы мүмкін. Ана адамдар что, не то ма, неге өйтеді деп, олар неге сұрай береді, ойланбай ма, ұялмай ма деп ойлауыңыз мүмкін да. Бірақ негізгі сұрақ бұл жерден назад. Неге сіздің өміріңізде сондай адамдар бар? Неге олар сізден ақша сұрайды? Неге кейбір адамдар сізді солай қолданады? Неге адамдар, қазір сіздің айналаңыздағы адамдар, неге сізді құнсыздандырады? Негізгі сұрақ осы. Получается, проблема в вас. Біз өзімізді қалай көреміз, айнала бізге тура соны көрсетеді. Неге көрсетеді? Біз дамуымыз үшін. А то біз өзіміз жалғыз жүрген кезде оны көре алмаймыз ғой. И соны көрсету үшін бізге Аллах алдымызға сондай адамдар жинап береді. Қашан сен іште, вот айтасың өзіңе, жоқ, бұлай болмайды деп. Сол кезде адамдардың автомат өзгере бастайды. Мысалға мынандайды айтайын, мен әртүрлі клиенттерім бар ғой, и бір клиентім бар, көп сөйлескісі келеді, прям көбірек сөйлескісі келеді. Мен уақытта обычно 1-1,5 сағат, негізі максимум 1,5 сағат деп қоям да. Кейде терапия 1 сағатта бітеді, әртүрлі несі шыққан затқа байланысты. Кейде 1,5 сағатта по идее справляемся. И сол жаңа кісіге айтам, 1,5 сағат өтті, одан ұзақ болмайды, потому что басқа адамдар бар, и менің өмірім бар тоже. И сол айтам, уақыт бітті деймін ана кісіге, ол кісі оны естімейді ғой. Мен қазір давайте осы сұрағыңызға жауап берейін, қалғанын сосын мына жақта жалғастырамыз деп айтам, ол кісі жақсы дейді да, вот сұрағын жауап алады и келесі сұрақ сұрайды. Оған мен қайттан айтам, иә деймін да, мен де басында өзім үспесіп жүрдім, сөйтіп қанша рет айтам, бірақ каждайында айтам, давайте осы сұрақтан кейін бітіреміз, менде келесі адам бар, или мен ісім бар, мен тұруым керек, аяқтауымыз керек. Айтам, сөзбен реально айтып жатырмын, вот. Қараңыз, менде осындай, уже уақытымыз бітті деп, бірақ ол адам иә дейді, бірақ ары қарай әңгімені созады. И сосын мен соңғысында былай жасадым, іште прям арамыздағы границаны сыздым.
прям вот қазір бізде уақыт бітті деп іштей сол состояниеға келдім. Все, бізде уақыт бітті. И ана адам әңгімені доғарды. Представляете? Неге? Мен онымен осыға дейін сөзбен айтып жатырмын ғой. Сөзбен прям айтып жатырмын, бірақ она меня не слышит, не воспринимает. Бұл не деген сөз? Бұл мынаның үлкен бір дәлелі. Адамдар на физическом уровне общаются только 0,0001% ғана. Өте аз бұл өте аз пайыз. 100-ден 0,0001% ғана общение физически жүреді. Өмірде и так-та материя өмірде сонша ғана пайыз. Менің айтқан сөзім, менің көзім, мимикаларым, жесті да, бұның бәрі 0,0001% ғана. Сіздер сонша ғана аласыздар. В основном сіздер нені больше аласыздар, білесіздер ме? Энергияны. Вот ішкі рух халін аласыздар. Ол 99,999%. И вот қашан мен іштей сол состояниені қойдым, все, вот уақыт бітті. Ары қарай все, уже тоқтату керек деп осыны қойдым, определилась, іштен нақты қойдым. И сол кезде ана адам тоқтатты сол кезде. Сол себепті, егер сіздің айналаңызда осындай адамдар болатын болса, неге осы бәрі істей береді, неге мені қадірлемейді, неге мені көрмейді, почему мне не получается, неге маған клиенттер келмейді, допустим, инфопродуктпен айналысатындар бар, и жаңа онлайн мамандықпен айналысатын клиенттерім үшін айтып жатырмын. Неге мен услугамды қымбатқа сата алмаймын, или не тағы да бар, неге маған измена жасайды, неге балаларым ауыра береді. Бұның бәрі сіздің рух халіңіз. Ішкі рухты реттемей, а рух неден тұрады? Біздің ойларымыздан тұрады. Осы заттарды реттемей, сіздің өміріңіз реттелмейді. Или наоборот айтайын, сіз қашан ішкі осы рух халіңізді реттейсіз, на автомате өмір өзгереді. Өмір қайтып өзгереді, біреу осы күшті сұрақты қойды. Ладно, вот травмалар прорабатываешь, а өмір сосын күшті өзгеріс деген не зат ол деді да? И расымен де өте маңызды сұрақ, потому что көпсі оны расымен де түсінбеуі мүмкін, не ол деп. Өзгеріс мына зат болады. Ең бірінші кезекте, самый бір көп кесет бір мысалды алайын, допустим, келін енесімен тұрады, бала шағасы бар, қайын атасы бар, и жолдасы бар, и там туысқандар бар. И келінді енесі постоянно критиковать ете береді. Бала үшін ұрсады, балалар жылай береді мына жақта, жолдасымен қарым-қатынас не очень өмір. Сіз өзіңізбен прорабатывать етіп бастаған кезде осы проблемалар на автомате шешіледі. Бір кісі айтты, ладно, рух халімен айналысайын десең, бытовуха тұр ғой, а бытовуханы не істейміз? Ол өмірді қайтып шешеді. Бұл проблема шешілмей, ана жаққа қайтып өтесің дейсің. На самом деле осы заттан өту үшін, осы бытовуха шешілу үшін өзің ішкі халімен жұмыс жасауың керек. Балалар не үшін ауыра береді? Возможно, сен көп өзің негативный эмоцияларды өзің жұта бересің, и сөйтесің да оны прямой, допустим, енеңе претензияң бар, бірақ енеңе барып айта алмайсың. Әртүрлі қорқыныш болуы мүмкін, басқа заттар болуы мүмкін да, и сөйтіп баласында ызаңды балаларынан шығара бересің. Или просто балаңды ұрмауың да мүмкін, бірақ іште істеп жүретін біреу болуы мүмкін. И оны балалар білесіздер ме, сканер ғой, бүйтіп көріп қояды сізді. И бала сіздің айнаңыз. Балаңыз қандай халде, сіз сондай халдесіз. Егер балаңыз постоянно жылай беретін болса, постоянно капризный бола беретін болса, ырбақа или гиперактивный болса, сіздің рух халіңізді жұмыс жасау керек. Вот сіз өсе бастағанда осы заттар на автомате шешіле бастайды. Балалардың денсаулығы жақсара бастайды, балалардың ырбақайлығы тоқтай бастайды, бұрынғыда гиперактивный, непослушный болмайды, олар уже адекватный өмірді сүріп жатқан кәдімгі әдемі балалар бола бастайды. Енеңіз критиковать етуін қояды, жолдасыңыздың сізге көзқарасы өзгереді. Получается, енді қараңыз, сіз алдын бәріне жағу үшін бүкіл зат істеп жүрген едіңіз ғой. Енді сізге жұрттар жаңағы ответ қайтарып жатыр. Енеңіз не критикует, наоборот поддерживает. Жолдасыңыз тоже сізге может комплименттер айта бастайды, бір сюрприздар жасап бастауы мүмкін. Ішіндегі жаңағы сезім қайтадан оя бастауы мүмкін. Осындай халге түскенде сіз қандай боласыз? Соответственно, жақсы боласыз, иә? Сіз уже өзіңізді көбірек жақсы көре бастайсыз, өзіңізге уход жасай бастайсыз. Кім өзінің денесімен достасады, кім өзінің денесін жақсы көре бастайды, өзіне өстіп әдемі киімдер, уход жасай бастайды, олар на автомате следующий уровеньға өте бастайды. Ол адам уже мына затты ойланады, так, а мен өмірде орным қандай? Мен немен айналсам? Уже самореализация басталады. Сіз уже жұмысыңызда көтеріле бастайсыз. Соған энергияңыз болады. Өйткені мына жақта тартып тұрған заттарды сіз жібердіңіз. Бұлар не үшін тартып тұрды? Жаңағыдай ғой, сіз
ұнамайтын затты уақытында ұнамайды деп айта алмайсыз. Ол накапливаться, іште жинала береді. Одан кейін бір көмек керек, ол көмекті де сұрай алмайсыз. Кейбіреулер даже көмекті қабылдай алмайды, жаңа гордынялар. Жоқ, мен қазір қабылдасам, оған обязанный болып қаламын дейді, и олар қабылдамайды. Сөйтіп өзіңізден өзіңіз ходите и страдаете. Адамдарға көмек алуды үйренесіз, то что көмек алуда тұрған ештеңе жоқ екен, реально сезіну керек. Бұл процестің барлықтары неде андай глубинный заттарда, одан бір атап-тұтап істейіне салатын зат емес. Бір тоже подружкамен болған кездесуді айтайын. Ол ажырасып жүргеніне 1 жылдан асты. Официально ажырастырмады ол кісілерді. Соңғы кездесулерінде 6 айға тағы отсрочка беріпті. И ол қыз біраз өсіп келе жатыр. И ол айтады, все, мен өстім, күштімін дейді. Да, деп өстіп сөйлесіп отырамыз. И бірақ әңгімесінің бүкілінде постоянно одобрение іздейді. Қараңызшы, вот ағырки мен үстім, менің істегенім разве дұрыстық емес па? Мен әйел ретінде керек затты разве істемедім ба? Осы үстпедім ма? Короче, менен кәдімгідей одобрение күтіп отыр да. Кейбіреулер осылай ойлауы мүмкін, все, мен өстім, я проработан, все, бәрі налажында деп ойлауы мүмкін. Бірақ егер де сіз осыны тексере аласыз, егер әлі де подружкаларыңызбен кездескенде, мамаңызбен, туысқандармен, жақын бір адамдарыңызбен кездескен кезде әлі де насолить етуге тырысатын болсаңыз, обидеть етуге тырысатын болсаңыз, біреуді әлі де жамандайтын болсаңыз, знаете, сіз әлі өспедіңіз, сіз әлі баласыз. Балаға, потому что одобрение со стороны керек. Соответственно, бала өспеген кезде ода басқа өмірінің жағдайларды жақсармайды. Балаға қаншалықты жақсы қарай алады? Өзіңіз бала халінде болып тұрып, өз балаңызға қаншалықты жақсы қарай аласыз? Мысалы, капризін көтере аласыз ба? Көтере алмайсыз, көтере алмайды. Түсінбей кетіп, не үшін жылап жатыр дейді, жапсай аузында деп уже агрессияға өтеді. Жолдасыңызбен сіз қаншалықты женственный бола аласыз, вот әйел бола аласыз кәдімгідей. Кіші бала бола алмайды ғой, ол физически, психологически, психически, эмоционалды түрде ол бала, ол даже ана левелді түсінбейді. Осындай да, короче, егер де тағы да бір маңызды затты бөлсем деп айттым сіздермен, рөлдер туралы бүгін әңгімеде болып, бір жасып жолдасым измена жасады, и қазір мен оған ішімде постоянно суықтық бар дейді. Осында измена қай кезде болады? Или бола ма осында сіз балаңызды басқалар кеп тәрбиелей береді. Ой, неткен бала деп айтып кетеді. Или же енеңіз алады, или мамаңыз алады да тәрбиелей бастайды. Бүйтіп сөйлеме, бүйтіп жеме, бүйтіп сөйтпе деп. Ну-ка қазір ұйықта, кәдімгідей тәрбиелей бастайды. Садикте баланы ұруы мүмкін. Қашан ұрады баланы? Тәрбиелеу мақсатында. Вот сенің поведениең дәл қазір дұрыс емес болып тұр. Давай-ка я тебе покажу, вот накажу и поймешь деп. Бұл не үшін істелінеді? Тәрбиелеу үшін істелінеді. Егер де осындай жағдай сіздің өміріңізде болатын болса, онда знаете, сіз мама ретінде ол рөлде жоқсыз. Сіз ол рөлде, возможно, әпке болып кетіп жатсыз ана балаларыңызға. Возможно, білмеймін, бір омен қосылып бір бауыр болып кетіп жатқан болуыңыз мүмкін. Сол кезде жаңағыда иерархия төңкеріледі. Мысалға, балаңыз егерде біреулер ойлайды, психологияны оқып алады да, ой, болды, балаға ұрыспау керек екен, балаға вообще всегда понимающий болу керек екен деп ойлайды. Иногда балаға жестко айту керек. Болмайды ма? Все болмайды, пойми деп осылай прям, да? Осындай прям, а не так, балам болмайды емес. Иногда вот жесткость нужна. Стоп, все, пошли деп, вот осындай керек. Неге? Потому что ол бала, ол білмейді, а сен оның қасында келген кезде, я взрослый, тут я решаю деп. Осы позицияны балаға беретін болсаңыз, балаларда тревожность кетеді, одан кейін жаңа капризы дегендер кетеді, жылау-құлауықтары кетеді баланың. Неге олар жылайды? Потому что қасында взрослый жоқ. И сіз, возможно, сол балаға келгенде қасында басқа рөлге түсіп кетесіз. Мысалы, әйел ретінде мен ана рөлінде боламын, не? Ана рөлінде болмасам, мен баламда жаңада каприз, бір нәрселер басталады. Әйел ретінде мен жынамын, прям әйелмін, не? Жынамын. Егер мен жына ретінде болмайтын болсам, сол рөлде, ол рөлде менің орныма басқа еркелер бастайды. Возможно, әйелдер ол и любовница болуы мүмкін, измена болуы мүмкін. Ол, возможно, менің анам араласуы мүмкін, или жолдасым анасы араласуы мүмкін, или вообще кто-то там третий бір пайда болады. Одан кейін мен іскермін, өзімнің осы жұмысым бар. Осы жұмысында мен егер эксперт рөліме түспейтін болсам, менде жұмысым жүрмейді. Одан кейін бар, мен ата-анаммен қызбын.
дочь, прям дочпын. Егер де мен қыз рөлінде болмай, қыз рөлі не деген сөз, ол ата анаңа учить етпейсің, үйретпейсің, қателіктерін айтпайсың, просто құрметтейсің и қабылдайсың. А егер де барып, бұрын менің ең үлкен қателігім осы болатын еді, барып деп былай істеу керек еді, былай істеу керек еді деп өйстіп умничать ету, бұл сен уже рөлді ауысып кеттің. Сен папаңның орнына семьяға главный болып алдың. Соответственно, сен сол рөлге тұрсаң, бүкіл ауыртпашылық саған келеді ғой. Аналар развиваться етпейді, папаң тоже развиваться етпейді, мамаң развиваться етпейді, потому что сен главный болып алдың. Осы рөлдерді реттеу керек, короче. Қараңыздар, сіздің егерде қазіргі өміріңізде бір проблема болып жүрсе, бірінші кезекте қараңыз. Сізде жаңағы зависть гордыня бар ма, жоқ па? Зависть гордыня не үшін келеді? Жаңағы рөлге қатысты ғой. Біреулер өзін әйел ретінде лайықты көрмегендіктен больше өзін мамалыққа береді, әйелдікті тастап кетеді. Біреулер наоборот өзін мама ретінде дұрыс көрмегендіктен или же аналарына претензиясы болғандықтан ана бола алмайды. Жап все, мен мама болғым келмейді деп айтады да, и сондай отношение болады, это тоже чувствуется. Одан кейін жұмысыңыз жүрмей жатқан болса, возможно, жаңағы зат бар. Өзіңізді эксперт ретінде көре алмайсыз. Ол рөлге өзіңіз қоймайсыз. Ол рөлге келгенде сіз, возможно, бір сотрудник сияқты келесіз, или өзіңіз бір клиент сияқты келесіз да. Вот это мое место деп келмейсіз да. Осы рөлдерге мән беріңіздер, жақсы. Осыларды реттеген кезде өмір реттелінеді. И так-то проблема сол үшін бар. Өз орныңызда емессіз, эмоцияларды подавлять етпеңіздер, эмоцияларды шығару керек. И бір күшті оқиғаны тоже бір осы жерде бөліскім келеді. Одан кейін жаңа деңгейді біз бастап жатырмыз. Сатылым наконец-то бүгін шығарам. Мен вообще андайға жоқпын, же прогрев, құндылық көрсетім, вообще сол затқа жоқпын. Бір адамды енді қасыма алдым. Көреміз, ол кісімен получится, не получится. Бірақ мен более осознанный әрекетті жақсы көремін да. Мен и так-то көрсетіп жатырмын, айтып жатырмын, проблема ашып жатырмын. И егер бұл зат сіздерді триггерить етсе, менде де бар ғой деп ішіңізде, у меня тоже так же деп айтатын болсаңыз, значит, бұл мәселені алып шешу, ол ересек адамның тірлігі. Ал әлі де жоқ, мен тыңдап отыра беремін, қойшы, ладно, деп түсініп, қараңыз, проблеманы түсініп, сізде не үшін проблема болған түсінгеннен кейін сіз егерде әрекетке өтпейтін болсаңыз, просто ақтап алатын болсаңыз, онда сіз әлі де түсінбедіңіз деген сөз. Андай мысалға, неге маған күйеуім изменяйды? Оказывается, мен әлі орында жоқ екен, мен әлі бала екем деп. Деп, и күйеуіңізді сол үшін жақсы онда ішін кетпейді деп өйстіп қабылдаған болсаңыз, ақтап алған болсаңыз, онда сіз проблемаңыздарды түсінбедіңіз деген сөз. Кім вот реально түсінеді, ол адамдар уже әрекетке өтеді. Мен қолымнан келгенше ашып көрсетуге тырысып жатырмын. Ары қарай енді прогресс, не знаю, постараюсь құндылық көрсетуге. А так, кто уже осознанный, сол адамдар мен жұмысқа шақырамын. Енді бір оқиғаны айтайын, шарик оқиғасы. Бір кісі туысқаны неге келеді? Солар тұратын қалаға, туысқан басқа қаладан или ауылдан, сол жаңағы кісінің, клиентімнің тұратын қаласына келеді, босанады и жаңағы просьба жасайды, мені шығарып аласың ба роддомнан дейді, босанады и роддомнан выписка жасап алшы мен деп просьба жасайды. И сол кезде дейді, мен всегда қалайтын едім дейді, осылай біреуді шығарып алсам екен роддомнан депті. И вот маған берді осын дейді Алла. И жаңа конвертін алдым, күшті шарик істегім келді, кейін жолдасымен ақылдастым дейді. Шариктарды қарадық, бағалар қымбат екен дейді. Алам, алмайын деп жүрдім, и жолдасым қымбат, давай алмаймыз деп айтты. Деп айтады. Бірақ ол ана кісіге уже заказ беріп қойған екен, жаңағы шарик жасайтын кісіге. Сөйтіп оны жасатады. Кейін ол не істерін білмеймін дейді, андай алам ба, алмайын ба деп. И жаңағы шарикте кісіге айтады, кешіріңізші, планы изменились, мен ала алмайтын болып қалдым деп айтады да. Ана кісі ренжиді. Қалай сіз алмайсыз, мен уже ұрып қойдым ғой деп. И жаңағы клиентім, ладно, взрослый ретінде мен шешейін, мен жолдасымен ақылдаспай осы затты істедім, енді осы затыма өзім жауапкершілік алайын деп айтады да. Гүлнұр ханым, қош келдіңіз. Апайка, қалайсыз? Жауапкершілік алайын дейді да, и төлейді ақшасын. Бірақ доставкаға төлемейді. Доставка платный дейді. Оған уже ақшам жоқ дейді. Сөйтіп, бірақ мен ана кісінің ақысын жемеу үшін жаңағы шариктарға ақшаны төледім дейді. И сөйтіп, ана кісі, шарик жасаған кісі айтыпты, мен сізге шарикті бесплатно доставлю деп. Сөйтіп, шарикті алған, ана кісіні шығарып алған. Кейін жолдасы екеуі отырып сөйлесіпті да, давай осы шарик мәселесін сөйлесейікші деп, неге бізде осылай конфликт болып қалды депші. И оказывается, жаңағы ханым, клиентім менің, всегда жолдасының оны шарик беріп шығарып алғанын қалаған екен роддомнан. Осыған дейін біраз бала босанды ғой енді. Сол каждыйында шарик, прям шарикпен и гүлмен күтіп алғанын қаладым дейді. Бірақ сен күтпедің ғой деп айтыпты, сөйтіп мен шығарып алмадым ғой деп. А жолдас айтады, не, подожди,
мен сені вот мына баламызда сөйтіп күтіп алдым ғой деп айтады, вот последний баламызда мен сені сөйтіп шығарып алдым ғой деп айтады. Бірақ ана клиентімнің есінде емес, жоқ, не было ж такого деп. Кейін екеуі короче сөйлеседі, сосын оказывается вспоминает, жолдасы гүл алған, бірақ гүлді роддомға келген кезде туысқандарынан біреуіне берген да, типа сіз беріңіз деп. Сондықтан ана әйел адам жолдасынан күткен затты ала алмаған. Сол үшін сол претензия әлі жүр жолдасына деген. Прикиньте, вот қанша уақыт өтіп кеткен, бірақ сол моментте ашық айтылмағандықтан заттар, олар накапливаться ете береді, жаңағы ожиданиялар, реніштер. Сондықтан уақытында айту өте маңызды, и ашық айту өте маңызды. Өйстіп айтады, неге сен оған бердің, жаңағы туысқанға бердің, мен именно сенің қолынан алғым келді. Для меня вот это было важно дейді, сенің қолынан ал, сен алдың анаған бердің дейді. Деп түсінеді. Екеуі вот сөйлесті, енді Шарик оқиғасына келді. Шарикқа қатысты дейді. Шарикті мен істедім ғой дейді, енді под заказ профессионально істеп жолдасы, бірақ сонда да соларға қарап өзі үйде көп Шариктарды істеген екен да. И сол кезде әйел үйге келген, мен сосын есіме түсті дейді. Келгем үйге, қуандым дейді ана Шариктарды көріп, бірақ мен жолдасыма рахмет айтпадым сол кезде дейді. Рахмет айтпаған екен. Тура қалай вот біздің жаңағы ызаны іштен шығармай қаламыз, ренішті іштен шығармай қалғанда олар бар блок болып тұрып, бір неше түрлі проблема шығарады ол өмірден, адамдармен қарым-қатынаста, денсаулықта шығарады, или біздің өсуімізге қатысты проблема шығарады. Тура солай положительный эмоцияларды шығармау тура сондай проблема туғыздырады. Положительный эмоция жаңа қуаныш, удивление, восхищение, интерес. Осыларды шығармаған кезде оларда блок болып тұрады да, и сен оны шығармағаннан кейін сен ол эмоцияны ала алмайсың. Әйелі на тот момент жолдасына рахмет айтып, осы эмоциясын шығармады, вау, сен мен үшін өстіп істепсің, маған қатты ұнады, рахмет деп айтпады ғой. Поэтому ол сол эмоцияны өзіне ала алмады. Даже прикиньте, вот она даже это не помнит. Вот күшті доказательство да осының, то, что біз шығармаған затты ала алмаймыз, біз бермей ала алмаймыз. И екеуі осы жерде разъяснили, и оказывается оның именно осы біреуді роддомнан шығарып алу, и Шариктарға деген жаңағы тягасы, постоянно же хотела, ол прям бір Шарик алғым келіп тұрды дейді, и оказывается осы желаниесі болған екен. Осының әсерден мен ала алмадым деп жүрді. Хотя ол алған ғой, өмірде осындай оқиғалар өте көп. Қашан адам жаңа осы жаты болады, өмірге ашық емес, сол адамдар, хотя өмір көп зат беріп жатса да көре алмайды. Өйткені ол на тот момент рахметін айтып шығара алмады, жаңа восхищениесін шығара алмады. Бірақ адам неге шығара алмайды бұл затты? Оның тоже түбі мына затта құнсыздандыруда. Қараңыздар, эмоциялар жалпы, негативный эмоция болсын, положительный эмоциялар болсын, мидың бір есігінен шығады. Бәрі бір бөлмеде. Бүкіл эмоциялар, представьте, бір бөлмеде орналасқан. Бала кезде бізге айтады ғой, жылама, ашуланба, өлмейсің, ішің кетпей деп айтады ғой. Сөзде бала, так, значит, ашуланбау керек екен, жыламау керек екен дейді да. И ол эмоцияларды есің жоқ қояды. Ал ол ашу, ыза тұрған бөлменің ішінде и қуаныш та, восхищение да бар еді ғой. Біз есі жауып қойдық. Сондықтан қашан сен негативті эмоцияға запрет қоясың, на автомате положительный эмоцияларды шықпай қалады адамда. И ол эмоциялар шықпағандықтан сен ол эмоцияларды да ала алмай қаласың. И тебе кажется, что ты всегда страдаешь. Ешкім сені жақсы көрмейтін сол себепті. Қашан адамдар осы проработкаларды жұмыс жасаған кезде негативный эмоцияларды шығарады, ол басында признаю то, что обижаться это нормально деп шығара бастайды, айта бастайды. Соны прорабатывать етіп бастаған кезде ғана артынан жақсылар, оказывается, мен жақсы көрген екен ғой, мен есіме түсті дейді. Кезінде осылай болған екен ғой, мен жақсы көреді екен ғой деп, осы енді положительный эмоциялар шыға бастайды. Сол себепті қазіргі таңнан бастап сіздер любой эмоцияларыңызды шығаруға тырысыңыздар, эмоцияларды енді экологичный түрде шығарасыздар, позициямен айтасыздар, тек қана маған ұнады, маған ұнамады, маған назат ұнады, назат ұнамады. Бұл осы экологичный форма, а не так, чтобы сен бүйттің, сөйттің емес, сен сөзі жоқ, тек қана мен. Үстіп сөйлей бастаған адамдар бұл жаңағы зависть кете бастайды. Өйткені вы признаете. Ең бірінші қадам осы мойындау, қабылдау. Рахмет лайктарыңызға, сұрақтарыңыз болса жазсаңыздар болады. Енді ханымдар қараңыздар, қолынан келгенше сіздерге былай көздеріңізді ашуға деп айтайыншы, потому что айттым ғой жаңағыда
ненің историясы, жаңағы көйлек алу, иә, жолдасы әжептәуір ақша берсе де ол барады да арзан қалады, хотя күйеуі мә деп беріп тұр, ол соны да қолдана алмайды. Или же жаңағы шарик историясында ол на самом деле алған екен, бірақ алмаған сияқты страдать етіп жүреді адамдар, иә. Ол нені білдіреді? Мидағы біздің установкалар, мидағы біздің өзіміздің рамкаларымыз. Осы рамкалармен танысып, оларды бұзбайынша проблемалар кетпейді. И любой проблема сондай. Қолымнан келгенше ауқымда түсіндіруге тырыстым. Сұрақтарыңыз болса айтасыздар. Енді мен именно осознанный адамдарға именно шешімді айтқым келеді. Жаңа деңгейді Құдай қаласа 1 июльда бастаймыз. И соның бағаларын айтам деп мен әлі айтпай жүрмін. Так, мен сондай бүйтіп көрсете алмаймын. Ана бүйтіп көрініп қалады екен. Короче, вот қарай беріңіздер. Мынау 1 тариф, негізгі тариф. Бұл жерде негізгі жеті бүкіл қараңыздар, бүкіл тарифта, жалпы 4 тариф бар. Бүкіл тарифта сабақтар бірдей, менің обратной связім бірдей. Только разница мынада. Сәлеметсіз бе, іштегі қызды қалай өсіреміз? Аха, Гүлнұр ханым, қазір жауап беремін сұрағыңызға, жақсы. Или қазір айтайын. Іштегі қызды өсіру үшін ол қызды көре бастау керек. Ол қызға кезіндегі ата-ана қалай относиться етті, сол отношениені тоқтату керек. Чувство виныдан арылу керек. И бұл өсу үшін сізге ортам керек. Жаңа деңгейде біз как раз осы қызды өсіреміз. Бұл өскен қыз, жаңағы айтқандай, бүкіл өмірдің сферасына әсер етеді. Ақша жағынан болсын, отношение жағынан болсын, денсаулық жағынан болсын, самореализация жағынан болсын, адам на автомате өседі. Енді жаңа деңгейдің тарифтары туралы айтайын. Бүкіл тарифта менің обратной связім, менің беретін сабақтар, менің энергиям бірдей. Только мына затқа қарай өзгереді. Менің именно жеке уақытым бар ғой. Именно отырып жеке бөлетін уақыттарға қарай құны өзгереді. Именно 1 тарифта сізде и сабақтар болады, тапсырмаларға кері байланыс тоже болады, ортам болады, чат, жаңа ханымдармен или басқа ер адамдар қосылса да, қатысушылар бәріміз бірге боламыз. И сіздерге сұрақ-жауап вебинарын жасаймын. Жалпы 6 ай процесс жүреді. Қайталап айтайын, бұндай өсу, ішкі қызды өсіру, жаңағы травмалардан арылу хоп етіп бола салатын дүние емес. Ол әжептәуір уақыт алатын дүние. Сол себепті 6 ай сол үшін рассчитаны. Мына бағалар қараңыздар, басқа курстарды мен тоже қараймын ғой конкуренттарымды. Қалай ол кісілерде деп. Ол кісілерде тура осындай суммамен 6 айлық сабақ жоқ оларда. Одан кейін 1 ай болады, 2 ай болады ол кісілерде, бірақ 1-2 ай ол жеткіліксіз адамның өсуіне. Минимум 3 ай керек. 3 айда үйренген заттар енді отырады, и соны нығайтып өсіру үшін тағы да дополнительный уақыт керек. Сол себепті де жаңа деңгейдің уақыты сондай 6 айға созылған уақыт. Сұрақ-жауап вебинарлары болады. 4 ай қолдауымыз бар. Курс өзі сабақтар 2 айға рассчитан. 4 ай соны сіңіру, қайтадан көресіз, қайтадан талқылаймыз, қайтадан барасыз, жүресіз, үсіп жүретін момент. И оның бағасы негіз 120 мың, бірақтан 27-сіне дейін жазылған кісілерге 10% скидка бар. 50%, 40% жоқ ханымдар, достар, потому что бұл ондай жұмыс емес, өтір накачаны баға емес, бұл реально осындай энергия. 6 айға бөліп төлеуге болады. Кімдер андай банксыз алғысы келеді, или банктен рассрочка шықпайды деген кісілер, сенім несінде просто уақытты белгілейміз, и сіз определенный айдың әр уақытында сол сумманы беріп отырасыз. И 6 айға бөлген кезде бұл тариф 18 мың теңгеге түседі. 6 айда жаңағы айтқандай, қандай өзгерістер болатын, и такта жаңа айтып кеттім. И такта парақшамда неше түрлі заттар көріп жүрсіздер, и психосоматикаға байланысты, и жаңағы радиологияға байланысты. Бұлар өте глубинный темалар. И 12 айға бөліп төлеу бар. Кім банк арқылы алғысы келеді, ол 9 мың теңгеден түседі ай сайынға. Бұл 1 тариф. 2 тариф, мен сурет істеген түрімет, айттым ғой, осындай заттар вообще жақсы көрмеймін. Сол үшін мені бағалар давно көрсете алмай жүрдім, мынаны реттеуім керек еді. И короче, мен ондайға жоқ адаммын. Мына жер вообще бардак болып кетіпті. Ах, пойми тут, да? Так, ладно, мен ауызбен айтамын. Бұл 2 тариф. Бұл жерде уже қараңыздар, групповая терапия бар. Арт-терапияларды группада вживую жасаймыз. Сізден прям сөйлесу арқылы, сіздің просто тыңдағаннан гөрі менімен сөйлескеннің айырмашылығы неде? Потому что сіздердің сөздеріңіз арқылы мен уже кейбір заттарды көріп тұрам. Өйткені, это сол үшін эксперт қой, эксперт сол үшін, көріп тұрам, и соған қарай углубляться ететін боламыз да, и шығаруға тырысатын боламыз. Сол үшін бұның бағасы қымбаттау болады. Вот 6 группалық терапия бар, 6 сұрақ-жауап вебинарлары бар. И бонус бар бұл жерде.
өте үлкен. Вот баланың жыныстық дамуына байланысты бұл сізге де қатысты дүние. Бұның бағасы негізі 190 мың, 10% скидкамен 171 мың теңге болады. 6 айға бөліп төлегенде 28.500 теңге болады. 12 айға бөліп төлесеңіз 14.250 теңгеден түседі. Қарап тұрсаңыз, по идее, қымбат емес негізі. Мен аналар неғып бүйтіп шығып жатыр. Мен каждый үстіне не қылдым ау деймін. Ладно, бүйтіп айта берейін. Мынаған қарамайсыздар деп үміттенемін. Кстати, жаңағы екінші тарифта не бар еще бонус? Айттым ғой, мен мұндай заққа вообще жоқпын. Ол жерде 171 мың теңгеге 27-іне дейін төлеген ғана адамдарға, одан көп емес, 4 жеке терапия бонусқа жүреді. Бонус, сый, дар. Төлемейсіз. Негізінде менің бір сеансымның құны 20 мың теңге. Бір жарым сағат жұмыс жасаймыз. Терең жұмыстар. И вот соның 4-еуі сізге подаркке береді осы суммада. Ал жаңағы үшінші тарифта бұл жерде уже жеке терапия да бар. Қараңыз, 3 жеке терапия бар тарифтің өзінде. 6 группалық терапия бар. Потом сұрақ-жауап вебинарлары бар. И бұның бағасы скидкамен 270 мың теңге болады. 6 айға бөліп төлесеңіз, енді сіздер есептейсіздер деп үміттенемін, тут меқта көріп тұрған жоқпын. 270 мыңды 6 айға бөліп төлесеңіз болады, или оны 2 айға бөліп төлесеңіз болады. И бұл жерде бонус ретінде мына зат жүреді. 8 жеке терапия. 8 жеке терапияның бағасы 400 мың теңге. Вообще мына пакеттермен алу намного дешевле сізге түседі. Потому что сіз не только жаңағыдай, менің 3 айлық терапияларым 600 мың ғой, ол көбісінің қалтасына келмейді. Сол себепті де мыналар өте тиімді. Сіз не только 3 ай жұмыс жасайсыз, сіз 6 ай жұмыс жасайды. 6 ай бойына қазбалаймыз. Менің итакта қатысушыларым талай заттарын көрсетіп жүрмін ғой, қалай жұмыс жасайтыным туралы. И менің көп нелерім, именно клиенттерім, қатысушыларым жақсы көретін заты мына зат, то, что мен аямай білімді бере берем. Андай, бұл мен расменде қасиетім екен. Көріп тұрған затымды сразу бергім келеді. Сол себепті жұмыс өте тиімді болады, иншаллах. Так, соңғысы, бұл жеке жұмыс, уже бұл жерде арт-терапияны да жеке жасаймыз, группада емес, чисто сізбен, уақыт полностью сізге арналады. 5 жеке терапия бар, 6 группалық терапия бар. Одан кейін бұл жерде дополнительно 13 терапия, жаңағы 3 айлық терапияны қосып берем. Жұмыс өзі 6 ай жүреді, сол 6 айдың ішінде 13 плюс 5 18 жеке терапияңыз болады. Даже вот анадан да намного дешевле шығып тұр, 600 мыңнан да. Бұның бағасы 441 мың теңге. 6 айға бөлгенде, енді сіздер бөлесіздер деп үміттенемін, 12 айға тоже қарасаңыздар болады. Қай пакет удобно, өздеріңізге алыңыздар и жұмыс істеуді бастаңыздар. Назатты айтқым келеді. Қазір техника жасаймыз дедім, техниканы берем. Ақша туралы айттым. Қараңыздар, сіздер осыға дейін и так-то зарабатывали, дұрыс па? Балама дедіңіз, білмеймін, кредитім дедіңіз, бауырыма дедіңіз, ата-анама дедіңіз. Осылай өмір сүріп келе жатқан өміріңізге қазір бір сәт артқа қараңыз. Қаншалықты өсу процесі болып жатыр? Бар ма өсу процесс? Или сол баяғы жартас, сол жартас болып тұр ма? Көбінде баяғы жартас, сол жартас. Сіз, возможно, жұмысыңыз көбейді, возможно, айлығыңыз көбейді, бірақ почему-то сіз әлі бір деңгейдесіз. Неге? Өйткені өзіңізге қарамай жатсыз. Адам бірінші кезекке қоймайынша, ол эгоизм емес, өзінің проблемаларымен жұмыс жасамайынша адамда өсу болмайды. Көбірек ақша табу үшін сіз өсуіңіз керек, мидағы установкалардан арылу керек. Денсаулықты жақсарту үшін тоже өсу керек. И ең күшті заты, сіз өзіңізбен жұмыс жасай бастаған кезде на автомате, иншалла, сіздің қасыңыздағы адамдар да өсе бастайды. Жолдасыңыз, бала-шағаңыз, ата-анаңыз, сіздің жұмысыңыз бәріне, иншалла, ықпал ететін күшті дүние. Әулетке. Так, тарифтар осында. Енді давайте сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болды, жаңа деңгейге байланысты. Бар ма сұрақтарыңыз? Болса күтейін. Жалпы 6 ай жұмыс жүреді. Сіздер жаза беріңіздер, мен пока чуть-чуть айтайын. Тақырыптарды итакта көрсеттім сториста. Или неден таплинк тұр, содан кіріп жаңа деңгейді қарасаңыздар да болады. Тақырыптарда немен жұмыс жасаймыз. И бұл жерде жұмыс бір бағытты болмайды. И менің кері байланысым итакта байқайтын шығарсыздар, кейде бөлісіп атам, түнде де жауап бере берем, күндізде жауап берем. Енді мүмкіндігіме қарай, егер көріп тұрсам жауап берем. И сол себепті де менің клиенттерімде Аллаға мың да шүкір результат
жақсырақ болады, намного тезірек көтеріле бастайды, глубинный бола бастайды. И бұл даму процесс, қараңыздар, тоқтап қалатын зат емес, орам жапырақ секілді. Айта берем, потому что өте маңызды зат. 6 айда сіз жұмыс жасау арқылы бірақ жапырағыңызды ашасыз, потенциал ашылып жатады, бірақ өсу барысында өмірде өсу тоқтамайды, өмірде проблема бітпейді. Сіз проработанный все, айналаңыздағының бәрі күшті болмайды. Сразу айтайын, айналаңыздағылар да солай қала беруі мүмкін. Бірақтан сіз солармен справляться ету инструментін үйренесіз. Өйткені өмірде проблема бітетін болса, өмір бітеді дегенсіз. А өмірде сатылар өте көп. Сол сатылардың бәрін өту үшін каждайына бір проблема керек. Бір неден екіншіге сіз секіртіп отырғызатын. И ең күшті заты осы 6 айлық практикумда и жеке терапияларда адамдар, қатысушылар уже өздері сол инструментті үйреніп алады. Олар кейінгі өмірінде тағы да кездескен заттарда олар сол инструментті применять етеді, ары қарай өсіп кете беретін болады. Вот практикумның ең күшті заты осы. То, что біткеннен кейін сіз өзіңіз жалғыз қалып қалмайсыз, сізбен осы опыт болады, и инструмент болады. И ары қарай өзіңізді өйстіп алып кете бере алатын боласыз, иншаллах. Психологтарға мұқтаж болып қалмайсыз деп айтқым келіп жатыр. И жаңағы марафон бір нәрселерге. Давайте техникаға өтейік. Тақырыбымыз жаңағы зависть пен гордыня болған еді, тәкаппарлық. Қазір ыңғайланып отырыңыздар. Сөйтіңіздерде аяқтарыңыз осылай болсын, крестик болып өтпесін, осылай нық болып отырсын. Көздеріңізді жұмыңыздар и демалыңыздар. Мұрынмен алып, ауызбен шығарыңыздар. Именно мұрынмен алып, ауызбен шығарамыз. Давайте 3 рет демалайық. Мұрынмен ауа алып, ауызбен шығарамыз. Енді сезініп көріңіз. Сізде зависть, гордыня денеңіздің қай жерінде бар? Қай жерде ощущаете? Қазір өзіңізді ішіңізді зерделеңіз. Бір момент есіңізге түсірсеңіз болады, қашан осы сезім оянып кеткен болған болса. Гордыняны түсіну үшін жаңағы біреу комплимент айтқанда қабылдай алмау, өзіңіз қиналып тұрсаңыз да біреуден көмек сұрай алмау, сол моменттерді ойласаңыз болады. Енді денеде сезініңіз қай жерде тұр? Және де ол неге ұқсайды? Біреулерде тамағындағы үлкен бір ком болуы мүмкін, түйін секілді, біреулері прям тас секілді болуы мүмкін, біреулерде кеудесінде болуы мүмкін, біреулерде даже төменде болуы мүмкін, жыныстық мүшелерде. Это нормально, өйткені энергия осылай бүкіл денеде жүреді. И бір жерден застревать етіп қалмау керек, денеде үсіп айналып отыру керек. Енді тапқан болсаңыз, сол затқа просто айтыңыз. Мен сені көріп тұрмын, и сенің менің денемде бар екеніңді білемін, и қабылдаймын. Сен мен денемде барсың, және де мен бұны қабылдаймын. Енді сол сезімді алыңыз да сыртқа шығарыңыз. Қол қимылдату керек емес. Сыртқа шығарыңыз. И қараңыз, бұл кім негізінде? Сіз кімге осы қызғаныш сезімін сезінесіз? Кімнен өзіңізді биік санайсыз? Кімге тәкаппарлық танытасыз? Ол бір адам болады. Адамның образы шығады. Кімді қызғанасыз? Қызғанудан бастасаңыз болады бірінші. Кому завидуете? Образ пайда болған болса, бір адам. Әдетте бұл өзіңізді кіммен салыстырасыз, сол адам шығады. И оған айта беріңіз. Айтыңыз. Мен саған орын берем, және уақыт беремін. Мен саған бар болуға мүмкіндік беремін. Я признаю тебя. Мен сені мойындаймын.
Мен сені мойындаймын. Просто мойындаңыз, иә, ол осы жеткен жетістігі, это классно. Бұл күшті еңбек деп мойындаңыз. Құнсыздандырмаңыз, ал мойындаңыз. Надеюсь, у вас получилось мойындау. Мойындамайынша бұл зат жібермейді. Мойындамасаңыз, сіз өсе алмай жүре бересіз. Өскіңіз келетін болса, просто ол адамды признайте, я молодец, сен молодецсің. Я тебя признаю. Мен сені мойындаймын. Енді терең демалуды ұмытпаңыз. Жақсы, бүкіл процесте демалып отырыңыздар. Енді денеңіз тыңдаңыз. Денеңіз не істегісі келеді? Біреулерде осылай тіке иығын көтеріп отырғысы келуі мүмкін. Біреулерде кішкене осылай сілкінгісі келуі мүмкін. Біреу чуть-чуть барып жатқысы келуі мүмкін. Әркімде әртүрлі болады. Дене не істегісі келіп жатыр, соны қараңыз. Может, басыңызды осылай сипағыңыз келеді, или өзіңіз құшақтағыңыз келуі мүмкін. И барлығы нормально. Қай зат шықса да, это норма. Жылағыңыз келуі мүмкін, это тоже норма. Сол затты істеуге тырысыңыз. Дене не істегісі келіп тұр, мүмкіндігінше істеуге тырысыңыз. Енді өзіңізді тыңдаңыз. Денеңіздің сол жасағысы келген затты жасау арқылы сізге тағы да не келді? Бір состояние келеді негізінде. Біреуге махаббат келеді, біреуге понимание келеді, біреуге уверенность келеді, біреуге смелость келеді. Сізге не келді? Сол состоянияны дауыстап сыртқа айтсаңыз жақсы болады, егер мүмкіндігіңіз болса. Андай, қасыңызда адамдар жоқ болса, дауыстап айтыңыз, мысалға, маған осы состояние келді, мен өзімді осылай сезініп тұрмын деп сыртқа шығарыңыз. Егер сөйлеу мүмкіндігіңіз болмаса, жан-жағыңызда адам болатын болса, онда просто іштей сол затты проговорите. Айту өте маңызды. Жаңағы айтқандай, энергияны іште сақтамаймыз, сыртқа шығару керек. Сыртқа шығарған сайын біз ашыламыз, раскрываемся. Соответственно, өмірдің мүмкіндіктерін көре бастаймыз. Өмір жақсара бастайды. Барлық сферада. Енді жаңағы адамға рахмет айтыңыз. Сізді осы ішіңізде қызғанышты айтқан, өйткені ол сіздің потенциалыңызды сізге көрсетті. Ол алдыңыздан шықпағанда, сіз ол потенциалыңызды даже білмейтін едіңіз. Сондықтан соған рахмет айтыңыз. Маған рахмет айтсаңыз болады. Өзіңізге рахмет айтыңыз. Рахмет айту арқылы осы процесті просто жабыңыз. И сол жаңағы состояниені ішіңізде сол кезде алып қала аласыз. И прочувствуйте сол состояние дененің қай жерінде, жаңағы жаңадан келген состояние. Терең бір-екі рет демалыңыз, мұрынмен алып ауызбен шығарыңыз. Дайын болғанда көзіңізді ашсаңыз болады. Кейін қосылғандар, Айнұра сәлем. Кейін қосылған кісілер басынан қарап істесеңіздер болады техниканы. Тақырып жалпы зависть и тәкаппарлық туралы болды. Уже 12-ден асып кетіпті. Мен осы жерден аяқтаймын. Қараңыздар, сұрақтарыңыз болса жазсаңыздар болады. И жаңа деңгейдің сатылымы наконец-то ашылды. Бағаларды наконец-то көрсеттім. Сториста да салам. 27-сіне дейін бонусты түрде алу мүмкіншіліктеріңіз бар. И именно осы екінші лекке ғана пакеттерге қосылып, жеке терапия консультациялар қосылып беріп отырмын. Үште білмеймін, ол бола ма, болмай ма көреміз. Состоянияға қарай, творческий идея нелерге қарай көреміз. Болу да мүмкін, болмау да мүмкін, білмеймін. Осы екінші потоктың несінен шыққан результатына қарай шешемін жақсы. А так мүмкіндікті пайдаланып қолданып қалыңыздар.
барлықтарыңызға қайырлы түн. Сұрақтарыңыз болса, директ, как всегда, ашық. Өшірдім.